Бәріңізге сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Баршаларыңызды өтіп кеткен 8 наурыз мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Ал біздер бүгін осындай шарлотка пирогын пісіретін боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте нәзік, әдемі әрі дәмді, пышный болып шығады. Пирогқа керекті ингредиенттердің нақты құрамын видеоның астынан описаниедан таба аласыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: қант, 3 жұмыртқа, және де алма қажет болады, және де кішкене сұйық май қажет. Оны бірақ соңынан қолданатын боламыз. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды ыдысымызға салып, үстіне қантымызды қосып, бәрін жақсылап миксермен араластырамыз. Шым-шым тұз салып қоюды ұмытпаңыздар. Міне қараңыздар, жұмыртқамыз 2 есе үлкейіп, осындай пышный массаға дейін взбить етуіміз керек. Енді үстіне кішкене сұйық майымызды қосамыз. Сұйық майдың грамын менің төменге видеоның астына описанияға жазып кететін боламын. Және де бәрін жақсылап, астынан жоғарыға қарай ақырындап көтеріп араластыратын боламыз. Міндетті түрде астынан жоғарыға қарай көтеріп араластырыңыздар, ортасында жақсылап араластырыңыздар. Міне қараңыздар, лопатканы көтергенде осылай 1-2 секунд разводтар қалып тұру керек. Енді бөлек ыдысымызға ұнымызды саламыз және үстіне 1 шай қасық разрыхлителімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды біртіндеп ситі, міндетті түрде ситі арқылы жұмыртқалы массамызға саламыз. Ең алдымен осындай шай қасықпен 2 қасық салдым. Міндетті түрде ең басында кішкентайдан бастаңыздар, себебі жұмыртқалы массамыз өте нәзік. Егер ұнды көп салып қоятын болсаңыздар, жұмыртқалы массамыз жай ғана отырып кетеді. Көп уақыт араластырудың қажеті жоқ. Ұнымыз сіңіп кеткеннен кейін тағы да ұн салып, жақсылап араластыратын боламыз. Барлық ұнымызды салғаннан кейін консистенциясы осындай болу қажет. Енді пергамент қағазы төселінген противнімізге тестомыздың жартысынан көп бөлігін саламыз. Менің противнімнің диаметрі 22 см. Жақсылап лопаткамен түзелеп аламыз. Содан кейін барып үстіне алмаларымызды саламыз. Алманың бірнеше әдемі бөліктерін ең жоғарына алып қалыңыздар. Міне қараңыздар, алмаларды салып бастаймыз. Үлкен әдемі кусоктарын алманың торттың бетіне алып қаламыз, ал кішкентай кусоктарын осылай торттың ортасына салып жібереміз. Енді үстіне тестомыздың қалған бөлігін саламыз да жақсылап бетін тегістейміз. Тестомыздың қалған бөлігін құйып, пирогымыздың бетін тегістеп болғаннан кейін кескенде алып қалған алмаларымызды үстіне саламыз. Міне қараңыздар, мен осындай гүл сияқты етіп салдым. Енді пирогымызды 180 градуста қызып тұрған пешке 30-45 минут аралығында жібереміз. Піскенін ағаш таяқшамен тексеріп алыңыздар. Ағаш таяқшаны пирогтың ортасына батырған кезде ағаш таяқшамыз ылғалды болмауы қажет. Сол кезде пирогымыз пісті деген сөз. Міне қараңыздар, сіздердің алдарыңызда кесіп жатырмын. Өте нәзік, ылғалды болып шығады. Өте дәмді. Міндетті түрде осы рецептімен дайындап көріңіздер. Өкінбейсіздер. Ал егер видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.